Шаштың өмірі 6 жыл. Ертеме кешпе, түптің түбінде кімнің де болса басын ақ қырау шалатыны мәлім. Дегенмен шашқа ақ қырау 30-40 жас аралығында түсуі тиіс. Бұл аралықта әрбір 6 жыл сайын шаш өліп, орнына жаңасы шығып жатады. Өйткені шаштың өмірі 6 жыл. Ал шаш оған жетпей ағарып жатса, онда бүйрегіңізді тексертіп көріңіз. Шығыс медицинасында шаштың ерте ағаруы бүйректе қандай да бір сырқаттың басталғанынан хабар береді делінеді. Шаштың ерте ағаруы атадан балаға берілетін гендік белгі болуы да мүмкін. Тағам құрамында шаш түбі нәр алатын витаминдер аз болса да, шаш ерте ағарады. Шаштың ерте ағаруына жүйке жүйесі қызметінің бұзылуы, витамин жетіспеушілігінен эндокриндік жүйенің дұрыс жұмыс істемеуі, шаршаңқылық, қаназдық пен күн астында көп жүру, қыста жалаңбас жүруде әсер етеді. Шаштың құрамында алтын, күміс, мыс және басқа да металдар болады. Солардың ішінде мыстың жетіспеушілігі де шаштың ерте ағаруына жол ашады. Алкогольдік ішімдік, темекі де шаштың ерте қартайып, жіңішкеріп, құрғап, тез сынуына, түсіне себеп екені анық. Шаштың ағаруы адам ағзасының мал өнімдерін тым көп тұтынуынан да болады. Шашы ерте ағарған адамдардың миға қан құйылу, жүрегінің қабынуы, қысылуы, құяң, артрит тәрізді ауруларға бейімділігі басқаларға қарағанда өте жоғары. Енді шаштың түсін сақтап қалатын және оны ағарудан сақтайтын амалдарға тоқталайық. Зерттеулер В, В1, В2, В6 витаминдері шаштың жылтырда теп-тегіс болуын қамтамасыз ететінін көрсетті. Мысалы, В витамині шаштың түбін нәрлендіріп нығайтатын болса, В3 қартаюдан, ақ түсуден сақтайды. В2 мен В6 су мен май тепе-теңдігін сақтап, тері жасушаларының қорегін қамтамасыз етеді екен. Ал мыстың орнын толтыру үшін бидай, фасоль, жасымық яғни чечевица, ақжелкен яғни петрушканы көбірек тұтынған жөн. Дәрігерлермен кеңесе отырып, арнайы қайнатылған шөп тұнбаларымен шаштың түбін аптасына 1-2 рет шайып тұруда жақсы көмектеседі. Шашты жуғанда бір ғана ережені ұстаныңыз, яғни сусабынды, шампуньді мейлінше аз қолдануға тырысыңыз. Көп жаққан жағдайда шашқа артық салмақ түсіп, құрғатып жібереді. Шаштараздар 1 шай қасық сусабынды 1 стакан суда араластырып, жағу арқылы жуған дұрыс деп атайды. Сосын сусабынды шаштың барлық ұзындығына құймаңыз. Оны тек шаштың түбіне жақсаңыз болғаны. Жуған кезде сусабынның көпіршігі төмен қарай ағу арқылы қалған ұзындықты өзі ақ жуып кетеді. Шаш жарнамадағы жұлдыздардың шаштарындай жарқырап тұрсын десеңіз, жуып болғаннан кейін минералды сумен шайып жіберу қажет. Олар шашты біраз жұмсартып, жылтырауына көмектеседі және құнды минералдармен қамтамасыз етеді. Жұмсақ әрі жұқа шаштарға көлем беру үшін жұмыртқаның сарысы мен зәйтүн майын алып, араластырып, шашты жумас бұрын жағып қою керек. Шашты арнайы пленкамен орап, сыртынан орамалмен орап 10 минуттай ұстаңыз. Шашыңызды ұзын етіп өсіргіңіз келсе, ұштарын әрдайым түзеп отыруды ұмытпаған жөн.
сабынның орнына айран немесе жұмыртқаның сарысын пайдалануға болады. Айранды бастың терісі мен шашқа жақсылап жағып, басты орамалмен байлап, 5-10 минуттан кейін ыстық сумен жуу керек. 1-2 жұмыртқа сарысын ағынан айырып, ішінде аздаған мөлшерде суы бар ыдысқа құйып, араластырып, шашты сонымен жуып, сонан соң ыстық сумен шаю керек. Шашты жуып болған соң, оны жұмсақ сүлгімен сүрте отырып, кептірген дұрыс. Басты орамалмен байламайды. Құрғақ шашты жуар алдында бірнеше сағат бұрын кез келген өсімдік майымен майлайды. Суықта шашқа зиян. Сол себепті суық күндері міндетті түрде бас киім киіп жүрген дұрыс. Шаштың түсіп, сиреуі, ерте ағаруы оны дұрыс күте білмеуден де болады. Кейбіреулердің шашын жиі бояйтыны белгілі, содан ол түссізденеді. Шашты үнемі қатты байлап, өріп қою, бигудиді көп қолдануда шаштың түсуіне себеп болады. Негізінен шаштың бос тұрғаны дұрыс. Солай жасағанда шаш еркін өсіп жетіледі. Шаштың неліктен ерте ағарып, жиі түсетіні түсінікті болса, оны күтіп баптаудың жайына тоқталайық. Зәйтүн майының, яғни оливковое маслоға шашқа пайдасы зор. Бірақ оны ошаған, яғни репей өсімдігімен араластырып, қолданған тиімді. Мұны жасау алдында 100 грамдап жас ошағанның түбірін ұсақ етіп тураймыз. 200 миллиграмм зәйтүн майына салып, 1 тәулік ұстаймыз. Сонан соң мұны баяу отқа қойып, 15 минут қайнатып салқындатамыз. Дайын болған қоспаны басыңызға жағып, 2 сағатқа жылы орап қою керек. Соңынан жылы сумен шайып тастайсыз. Бальзам, кондиционер тәрізді заттарды көп пайдалануға әуестенбеңіз. Басыңызды қышқылы орташа, жұмсақ сұйық сусабынмен жуыңыз. Шашыңызды кез келген шампуньмен, иіс сабынмен жуа бермеңіз. Ал шашты мүмкіндігінше 1,5 айда 1 рет қана бояуға тырысыңыз. Онда да белгілі уақыттан асырмай ұстаған жөн. Айтылған ақпараттар кәделеріңізге жарайды деген ойдамын. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.